Елім, жұртым, менің сіздерге айтатын арызым бар. Енді арызымды сотқа да айтқан кезінде ашынғанда шығады, ашу даусым деп айтады ғой енді. Сол ұқсап мен ашынып тұрған жағдайым бар, сотқа барып шешім таппадым. Өткен сандарымызда естеріңізде болса, Түркістан қаласының тұрғыны Наймантаева Гүлбаршын деген азаматшаға жер кадастры, бір мемлекеттік кадастр номермен бір көшенің бойындағы екі жерге госакты шығарғандығын айтқан болатынбыз. Шындықтың шыңына жете алмай әбігерге түскен Гүлбаршын апай өз жеріне өзі иелік ете алмай отыр. Осы мәселе бойынша Түркістан қаласындағы кадастрдың басшысы Нұрбол Мырзадан сұхбат алған болатынбыз. Толығырақ назарларыңызға ұсынамыз. 13-те бұл Наймантаева әлі құжатын бізге қайта рәсімдей алмай жүр ғой бұл кісі әлі. Өйткені сол бастапқы сәйкестену құжатымен жүреді. Өйткені ол архитектура 39 деп берген. 39-ды біз базаға енгізейін десек, 39-ды басқа кісі рәсімдеп алған. Сондықтан да біз адресті нақтылаттық, яғни мекенжай үстеме болғандықтан оның кісінің орындала алмай жатырмыз қазір. Бұл іспен негізгі жауапты адам сәулет құрылыс мекемесі ме? Сәулет құрылысы тек өзінің құзыретіндегі мекенжай анықтау, нақтылау жұмыстарына жауап береді. Сондықтан да сол жақтан нақты 35 кімдікі, 39 кімдікі сондай нақты жауап алу керек сол жақтан. Ал сіздердің жұмыстарыңыз бітті ғой бұл кісіге берілетін? Иә, біз қазір нақты мәлімет, ол кісінің нақты орнына отырғыз деген арызы бар. Яғни ол бойынша қазір отырғызайын десек, ол жерде азамат Ешметов деген госакт алған. Оны кім берген ол кісіге госактты? Ол кісіне 2017-те қала әкімінің қаулысы негізінде берілген Ешметовке. Қала әкімінің қаулысы негізінде кадастр бөлімі берілген ба? Иә, бізбен беріледі, бірақ ол негіз қала әкімінің қаулысы негізінде жүргізіледі. Сәйкестену құжаты жергілікті атқарушы органның шешімімен беріледі. Қала әкімінің қаулысы болғанда, именно 39-ші үйді сол кісіге беріңдер деген қаулы жоқ шығар? Қаулы бар. Не себептен ол үйді біреудің үйін бере алады олар? Енді оны білмеймін, оны жеке орналасу жобасын жасаған мекеме бар. Осы мәселе бойынша журналистік зерттеуді Түркістан қаласының сәулет құрылыс мемлекеттік мекемесіне жүргізетін боламыз. Біздің арнамызда болыңыздар.